Бүгін сіздермен осындай керемет мясо по-тайски тағамын дайындайтын боламыз. Бұл үшін бізге ет, қызанақ, светофор, перец, немесе жай ғана перецпен алмастырсаңыз болады. Зелень, чеснок, тұз, қалауыңыз бойынша қара бұрыш және соевый соус қажет. Және бір түйір пияз керек. Алдымен етті турап алу керек. Мендегі жылқының еті, ал сіздер сиырдың немесе басқа да ет қолдансаңыз да болады. Әркімнің өзінің таңдауына байланысты. Осындай кусоктар шығу керек сіздерде, осындай кусоктармен турайсыздар. Майды құйып аламыз. Өзіңіздің қалауыңыз бойынша. Майымыз қызғаннан кейін етімізді саламыз. Осылай етіміз қуырылып жатқан кезде пиязымызды турап аламыз. Қуырылып жатқан етте пиязымызды қосамыз. Жуылған күрішті осылай қайнатып аламыз. Бұл гарнир етеді. Тағамымыз дайын. Соңына дейін болғандарыңыз үшін үлкен рахмет. Сіздермен бірге болған Гүлфайруз. Бірге ас даярлап үйренейік.